Сәлеметсіздер ме балалар? Біздің бүгінгі математика сабағында өтетін жаңа тақырыбымыз екі таңбалы сандарды қосу, азайту. Олай болса балалар, сіздер өткен сабақта таныстыңдар бір таңбалы және екі таңбалы сандармен. Сіздердің алдарыңызда екі таңбалы сандарды қане бәріміз бірге оқиықшы. Бір ондығы бар, 7 бірлігі бар. Қандай сан? Дұрыс айтасыңдар, 17. 17 санның оқылуы 17. Ал балалар, жазылу цифры 17 деп былай жазылады. 3 ондығы бар, 6 бірлігі бар. Қандай сан? Оның оқылуы 36. Жазылуы 36 деген цифрмен жазылады. 8 ондығы бар, 2 бірлігі бар. Қандай сан? 82 деп оқылады, жазылады 82 деген цифрмен. 3 ондығы бар, 0 бірлігі бар. Қандай сан? 30. Оқылуы 30, жазылуы 30 цифрмен жазылады екен. Балалар, сіздер және ондық бірліктермен таныстыңдар. Біз өткен сабақта сіздермен сандардың модельдер туралы өткенбізге. Міне сіздердің алдарыңызда сандардың моделі тұр. Сол сандардың моделін ондықтар мен бірліктерге ажыратайық. Ал сіздердің алдарында тұрған кубиктердің қанша ондық, қанша бірлік бар екен айтып жіберіңіздерші. Дұрыс айтасыздар. 1 ондық, 2 бірліктен тұрады бірінші. Екінші қатардағы 1 ондық неше бірлік екен? 5 бірліктен тұрады екен. Үшінші қатардағы кубиктер. Дұрыс айтасыңдар балалар. 1 ондығы бар, 6 бірлігі бар екен. Бұл өткен сабақтағы сандардың модельдері. Және оларды біз ондықтар мен бірліктерге ажыратып отырмыз. Олай болатын болса балалар, біз бүгін екі таңбалы сандардың қосу, азайту, орындау тәсілдерін үйренеміз. Тақтаға қарайық балалар. Сіздердің алдарыңызға бірнеше шаршылар берілген. Ал жасыл түсті шаршылар санайық бірге. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сонда бірінші қатарда неше шаршы бар екен? 10 шаршы. 10 шаршымыз неше ондық? Дұрыс айтасыңдар, 1 ондық. Ал екінші шаршымыз неше ондық? Дұрыс айтасыңдар, 1 ондық. Енді балалар, және бірінші қатардағы және екінші қатардағы ондықтарды қосқанда жасыл шаршы неше ондық болды? 2 ондық. 2 ондығымыз қандай сан? 20 саны. Ал балалар, көк түсті шаршыларды санайық. 1, 2, 3. Неше бірлік екен? 3 бірлік. Олай болатын болса балалар, 23 санын біз 7 бірлікке қосу үшін қалай орындайтынымыз, қалай қосып азайтымызды тақтаға қараңыздар. 2 ондығымыз 20 сан. Оған мынау 3 бірлік пен 7 бірлікті қосамыз. 23-ке 7 қосу үшін бірліктерді жеке бөліп алдық міне. Ондықты жеке жаздық, 20 саны, және бірліктерді жақшаның ішіне бөліп алдық. 3-ке 7 қосқанда балалар 10. Онымыз 1 ондық. Сонда 20 санынан тағы ондық қосқанда қанша болады балалар? Дұрыс айтасыңдар, 30 болады. 30-ымыз неше ондық екен балалар? Міне 30-ымыз неше ондық екен? 3 ондықтан құралады екен. Олай болатын болса біз екі таңбалы сандардың бір таңбалы сандарға қосылғыштарын білдік балалар. Енді біз оны азайтқышқа жіктейік. 3 ондығымыз 30 саны. 30 санынан 7 бірлікті азайтайық. 30 санынан 7 бірлікті азайту үшін балалар, 3 ондығымызды 20 және 10 санына біз жіктеп аламыз. Жіктеп алып, 20 ондығымызды жеке жазып аламыз, 2 ондығымызды 20 санын, және 10 мен 7-ні жіктеп жеке 1 ондықтан 7 бірлікті азайта алайық. 1 ондықтан 7 бірлікті азайтқанда балалар қанша сан? 3 сан шығады. Дұрыс айтасыңдар. 20-ға 10-нан 7-ні азайтқанда 3-ті қосқанда қандай сан шықты? 23 саны шықты. Міне балалар, сіздер бірінші тәсілде қосудың бірлік санына екі таңбалы ондықтарға бірліктерді қосуды үйрендіңдер. Енді біз екі таңбалы сандардың қосу амалын бағандап қалай қосады екенбіз, соны қарайық балалар. Бізде 24 және 32 сан берілген. 24-ке 32 санын қосу үшін балалар, ондық 24 санның астында бірлікке бірлікті жазамыз, ондыққа жазады екенбіз. Қарайық, жазып, бірін астына бірін жазып,
ортасына қосу таңбасын қойып, астын сыздық. Балалар, бұлай болатын болса, бағандап қосуда сол жақтан бастап орындалады. Бірінші, бірлік сандарды қосып алайық. 4 бірлікке 2 бірлікті қосқанда балалар 6 бірлік шығады. 2 ондыққа 3 ондықты қосқанда балалар 5 ондық шығады. Сонда 24 санына 32 санын қосқанда балалар 56 саны шықты. Келесі азайту амалына қарастырайық балалар. 78 санынан 45 санын азайту керек. Тағы да сол сияқты балалар 78 саны 45 санына азайту үшін ондықты ондықтың астына, бірлікті бірліктің астына жазып алдық. Есептік азайту амалында да сол жағынан бастап орындаймыз. Бірінші, бірліктерді азайтайық. 8 бірліктен 5 бірлікті азайтқанда балалар 3 бірлік шықты. 7 ондықтан 4 ондықты азайтқанда балалар 3 ондық шықты. Міне 78 санынан 45 санын азайтқанда балалар 33 саны шығады екен. 33 санында 3 ондық, 3 бірлік бар. Ары қарай кеттік балалар, тағы да бір мысал түсіндірейін, ол да қосылғышқа. 62 санына 17 санын қосқанда балалар, тағы да жаңағыдай сол жақтан бастап орындаймыз. 2 бірлікке 7 бірлікті қосқанда балалар 9 бірлік шығады. 6 ондыққа 1 ондықты қосқанда балалар 7 ондық шығады. Міне 68 санына 17 санын қосқанда 79 саны шығады екен. 79 санында 7 ондық 9 бірлік бар екен. Енді балалар, мысалдарды түсіндіру арқылы біз ережеге тоқталайық. 2 таңбалы сандарды қосу амалын қолданғанда бірліктерді бірліктерге және ондықтарды ондықтарға қосады екенбіз. 2 таңбалы сандарды азайту амалын орындағанда бірліктерден бірліктерді, ондықтардан ондықтарды азайтамыз. Бұл ережені балалар әр уақытта естеріңе сақтаңыздар. Енді балалар, сіздерге мен тағы да бір мысал түсіндірейін. Бұл 2 таңбалы сандарды 2 таңбалы сандарға қосқандағы күрделірек түрі. 31 санына 19 санын қосу үшін балалар, жаңа мен сіздерге айттым, ондықты ондықты, бірлікті бірліктің астына жазып алдық. Енді қарайық балалар, 1 санына 9 бірлікті қосқанда балалар 10 болады. 10 деген 2 таңбалы санды біз мына жерге жаза алмаймыз. Санның соңғы бірлігін жазамыз да, ондығын еске сақтаймыз. Енді мына жерде 1 ондық еске сақтап қойдық балалар. 3 ондыққа 1 ондықты қосқанда 4 ондық шықты. Жаңағы ойымыздағы 1 ондықты қосқанда 5 ондық болды. Міне 31 санына 19 санын қосқанда 50 саны осылай шығады екен. Келесі енді азайтуды қарастырайық балалар. Азайтуды қарастыратын болсақ, 0-ден 3-ті алуға болмайды, балалар, білесіздер. 0 деген сан жоқ деген сөз. Сондықтан біз 0-ге балалар, 4 ондықтан 1 ондықты қарызға береміз. Мен жерде сонда 10 сан шығады. 10 санынан 3 бірлікті азайтқанда балалар, 1 ондықтан 7 бірлік шығады екен. Ал және бір балалар, мен жерде 4 ондықтан 1 ондығын алып кеттік қой. Неше ондық қалды? Дұрыс айтасыңдар, 3 ондық қалды. 3 ондықтан 2 ондықта азайтқанда балалар 1 ондық қалады. Міне балалар, біздің бүгінгі өтетін 2 таңбалы сандарды 2 таңбалы сандарға қосу және азайту алгоритмі бүгінгі мысалдардан түсінген боларсыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.